Сәлем жындыстар. Бүгін біз социал ғылымының негізгі тақырыптарының бірі Парето заңы туралы айтатын боламыз. Әлі күнге дейін социал деген не деген сұрақтар туындауда. Социал деген өмір сүру дағдысы, социал деген бизнес құру, қызмет ету. Яғни біреудің жетістігіне себепкер болу, пайда тигізу, бір нәрсе ойлап табу, жарыққа шығару, қоғамға беру. Сонымен жер бетіндегі 100% адамдарды алсақ, олар өз ара 80-20%-ға бөлінеді екен. Бұл екі топтағы адамдардың айырмашылығы неде екенін білесіз бе? 80% тұтынушылар, яғни алушылар болса, 20% өндірушілер, берушілер деп аталынады. Сонда 20%-шылар өндірген өнімді 80%-дықтар қолданып тұтынады екен. 80%-дағы адамдар өмірін өкінішке орай өсек, ғайбат, сынау мен айыптаумен өткізеді. Олар естігендер қатарына жатады. Себебі тек біреуден естіп алған нәрсеге сеніп өмір сүреді. Естідім ғой, осыны қолданып көрейінші, іске асырып деген ой мүлдем жоқ. Айналасындағы болып жатқан нәрселерді талдап, саралай алмайды. Мұндай адамдарда өзінің және өзгеден қалыптасқан орынсыз наным сенімдері, яғни ұстамдары, убеждениялары көп болады. Адамзатқа бере алмай алғысы келеді. Сол себептен алушылар қатарына кіреді. 80%-дықтар біреуді сынап, кінә тағып, ғайбаттап, айыптап өмір сүргеніне байланысты энергиялары төмен болады. Күш-қуаттары тек күнделікті шектеулі өмірлеріне ғана жетеді. Қасықтап жинаған энергиясын айыптаймын деп шелектеп төгіп тастап жүреді. Ал 20%-дықтар аналитикалық ойлау қабілетін қолдана отырып, адамзатқа қызмет жасайды. Бұл адамдар 80% адамдарға қарағанда естіген нәрсеге сенбейді. Олар талдай алады. Сондықтан тек көріп, түсінген нәрсеге жүгінеді. Идея туғызып жүзеге асырады. Қоғамға пайдасын тигізуге байланысты берушілер қатарына жатады. 20%-дағылар өсек әңгімеге күш қуатын жібермейді. Нақты өз ісімен айналысады. Сондықтан энергиясы жоғарғы деңгейде болады. 20%-дықтардың ішінде белгілі Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Сергей Брин, біздің қазақстандық Марғұлан Сейсенбай, тағы да басқа көптеген кәсіпкерлер мен бизнесмендер жатады. Жанат Қожамжаров іргетасын құраған социал ғылымы адамның санасын кеңейтіп, қабілетін ашып, Парето заңы бойынша 80% алушылардан 20% берушілерге өту жолын көрсетеді. Ал сіз осы Парето заңы бойынша қайсысына жатасыз? 80%-дық алушылар қатарында ма, әлде 20%-дық берушілер қатарында ма? Сіздермен болған ақиқатты бөліммен бөліскен мен Бота Малибековна. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Сау саламатта болайық.